Жұмыртқаның қабығы 10 жылға жасартады. Баршаңызға сәлем. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Жұмыртқаның қабығын қоқыс шелегіне тастамаңыз. Әрбір әйел 30 жастан кейін өзіне күтім жасауды бастамаса, жас ерекшелігіне қарай тері де босап салбырай бастайды. Алғашқы әзім іздерінің көрініс беруде 30 жастан асқаннан кейін байқала бастайды. Сондықтан жастық қалпыңызды сақтап қалу үшін жұмыртқа қабығының да орасан зор көмегі бар екендігін біріңіз білсеңіз, келесі біріңіз хабарыңыз болмауы мүмкін. Әр ас үйде жиі пайдаланылатын азықтың бірі жұмыртқа екені белгілі. Жұмыртқаның қабығына дейін пайдаға асыруға болады. Жұмыртқаның қабығын қоқысқа тастамаңыз. Салатқа немесе қамыр илегенде, кейде тамаққа жұмыртқаның қосқаннан кейін қабығын қоқыс шелегіне тастамай кәдеге жарата біліңіз. Онымен бет терісі үшін керемет маска жасауды бастайық. Ол үшін жұмыртқаны тазалап жуып алыңыз. Бүкіл микробтарын тазартып алу үшін де сірке суымен жусаңыз да болады. Жұмыртқаны жарып, ішіндегісін ыдысқа салған соң, сыртқы қабығында қалып қойған жұғынды да саусағыңызбен алып, тазартылған бет терісіне жағып қойыңыз. Қабықтың ішінде сиқырлы қабықша болады. Жұмыртқа қабығының ішкі бөлігінде жұмсақ шілтер секілді жұқа қабықша болады. Сол қабықшаның бөлігін еппен абайлап қатты қабықтан ажыратып алыңыз. Бұл пленка көз айналасындағы әжімдерге қарсы тұра алатын керемет құрал. Оны екіге бөліп, көз айналасындағы әжімдер көп шоғырланған аймаққа жапсырып қойыңыз. 10-15 минуттай ұстаңыз. Пленканы жапсырған кезде мимикаға жол жоқ. Күлмеңіз. Көз айналасындағы жапсырған пленка түсіп қалмас үшін ол маңайды қозғамаған дұрыс. Сөйлеуге болады. Ендігі кезек жұмыртқаның сыртқы қабығында. Қатты қабықты тазалап, жуып, ұсақтап құрғату үшін майлықтың үстіне жайып қойыңыз. Әбден кепкенін күтіңіз. Ол үшін 2 немесе 3 күн күтсеңіз тіпті жақсы. Кепкен қабықты ұнтақтаймыз. Блендермен немесе таза орамалға 2-3 қабат қылып орап, оны балғамен ұрып ұнтақтаймыз. Кәдімгі ұн секілді болып, түйіршік қалмайтындай қылып ұнтақтағаныңыз жөн. Себебі масканы бетіңізге жағу кезінде қатты қабықтың бетіңізді жырып, теріге зақым келтіріп алмас үшін. Содан кейін бетіңіздегі ауызды жуып тастайсыз. Бетіңіз құрғағанша маска дайындап алатын уақыт бар. Ол үшін 1 ас қасық кез келген айранға немесе йогуртқа 1 шай қасық ұнтақталған жұмыртқаның қабығын салып араластырып алыңыз. Соңынан бетіңізге масканы щеткамен жағып шығыңыз. Қолмен жағуға болмайды, және жай ғана масканы жағып шығыңыз да 15 минуттай масканың кепкенін күтіңіз. Кепкенін байқау үшін саусағыңызбен бетіңізді ұстап көріңіз. Содан соң бірден жуып тастамай, беттегі масканы қолмен сылып алып тастаймыз. Артынан қалған қалдықтарын жылы сумен жуып тастайсыз. Егер бетіңіздің терісі майлы болса, ештеңе жағудың қажеті жоқ. Ал құрғақ тері болса, маскадан соң міндетті түрде нәрлендіргіш кремді жағып қойыңыз. Бетіңіздің сергіп, жаңарып қалғанын байқайсыз. Бұл масканы құрғақ тері үшін аптасына 2 рет, тіпті 3 рет жасауға да болады. Майлы тері үшін аптасына 1 рет. Осы масканы жасап тұрсаңыз жеткілікті. 4 аптадан соң теріңіздің жасарып, әжімдердің тартылып, әдемі терге ие болғаныңызды сезесіз. Қолдағы бармен ас үйде жиі қолданылатын, бірақ біз көбіне қажетсіз деп санайтын жұмыртқаның қабығымен ақ керемет нәтижеге жетуге болады. Жасап көріңіз, өзіңізде таң қаласыз.